Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Байтуриева Жаңылай Шәкірқызы, 121 топ кураторы. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы бейбітшілік пен тұрақтылық. Қазақстан таңдауы. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты тәуелсіз Қазақстандағы ұлтаралық және дінаралық келісімнің қазақстандық модулі. Қазақстан президентінің бейбітшілік пен дінаралық келісімін орнату саласындағы саясаты туралы түсінік беру. Оқулық мәтін мен қосымша мәліметтерді пайдалану, ізденіп оқу, ғаламдық проблемаларды шеше алу, өз ойларын айту, ұлтаралық достық қарым-қатынасты сақтауға, конфессиялар мен мәдениеттер диалогын құруға, дін саласындағы тұрақты мемлекеттік саясат ұстана білуге үйретуге, қоғамда тұрақтылықты сақтауға тәрбиелеу. Қазақстан құшағы ыстық, құлашы кең байтақ өлке. 130-дан астам ұлт өкілінің бір атаның баласындай ырыс пен ынтымақта өмір сүріп келе жатқандығы бұл сөзімізге айғақ. Осыншама ұлт пен ұлыстың өкілі бірге тұрып, бірге жасап, бір мақсатқа жұмыла өмір сүріп келе жатқандығы елбасымыздың дана саясатының нәтижесі болса керек. Алматының өзінде ғана 30-дан астам түрлі ұлттардың мәдени орталықтары бар. Олар Қазақстан халқы ассамблеясының үлкен шаңырағы астында топтасқан. Ұлтаралық қатынастың жақсы жолға қойылуы, халықтар достығының нығаюы, әсіресе біздің Қазақстан сияқты көп ұлттың өкілі тұратын демократиялық жолмен дамып келе жатқан республика үшін өте қажет. Бұл бағытта еліміз егемендік алғалы қыруар шаруалар жүзеге асты және асырыла бермекші. Солардың ең негізгісі Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуы. Ассамблеяның негізгі бағыты еліміздің тарихына терең үңіліп, ұлттық дәстүр мен мәдениетті, ана тілімізді сақтау және дамыту, ұлтаралық ынтымақтастық пен сабақтастықты мейлінше өркендету, қызығушылығын ояту. Бейбітшілік, тұрақтылық сөздерін естігенде ойларыңа не түседі? Бейбітшілік және тұрақтылық сөздерін естігенде еліміздің әлем және Қазақстан қауіпсіздігі үшін ядролық қарудан бас тарту туралы шешімі бірден ойыма келеді. Себебі елімізде тұрақтылық пен бейбітшілік болу үшін ең бірінші орында қауіпсіздік болуы тиіс. Бейбітшілік, тұрақтылық сөздерін естігенде ең алдымен ойыма тыныштық, адамдар мен мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынастар ойыма келеді. Бейбітшілік деген сөзді естіген кезде менің ойыма ең бірінші тәуелсіз Қазақстан келеді. Өйткені Қазақстан көпұлтты мемлекет. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бір шаңырақ астында бейбітшілік өмір кешуде. Мағынаны тану. 3 жақты күнделік. Бейбітшілік пен тұрақтылықта. Сұрақтарға жауап береміз. Ақпарат айдары. Қайырлы күн, эфирде ақпарат айдары. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі. Кейбір деректерге сүйенсек, бүкіл әлемде 256-дан астам ұлт өкілдері мекендейді екен. Ресми мәліметтерге сүйенсек, соның 100-дан астамы Қазақстан елінде тату-тәтті өмір кешіп жатыр екен. Міне осыншама ұлт пен ұлыстың тілін тауып, бірлік пен ынтымақтықта ұстап отырған бүгінгі билік ұлтаралық татулық пен бірлікке басым саясатының бірі ретінде ұзақ жылдар бойы ұстанып келеді. Қазақстандағы барша ұлттар мен ұлыстарды Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен ұжыматынан құттықтаймыз. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі. Кейбір деректерге қарағанда әлемде 256 ұлт бар екен. Ресми мәліметке сенсек, соның 130-дан астамы Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп, тіршілік кешіп жатыр. Міне, осыншама ұлт пен ұлыстың тілін тауып, бірлік пен ынтымақта ұстап отырған бүгінгі билік
ұлтаралық татулық пен бірлікті басым саясатының бірі ретінде ұзақ жылдардан бері ұстанып келеді. Қазақстанда барша ұлттар мен ұлыстарды Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен құттықтаймыз. Ұлттар достығының ұйытқысына айналған Қазақстан. Бір отан, бір мақсат, бір мүдде. Тілегі бірдің жүрегі бір. Бірлік пен келісім. Достық пен ынтымақ. Елдіктің бастауы бірлікте. Бірлігіміз жарасқан. Мен жырлаймын. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін біріккен. Татулығын жырға қосып ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндер менен ділімді, салт дәстүрлер сыйласты бүгінгі. Бір туғандай ұлтаралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Серт берсіп, туыс болып қалуды. Нәубеттерден аман жеттік дамуға, байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуды. Тілі бөлек болғанмен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан барылысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпілдейді кіндігім, барқалықтың бірлік тойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігін. Білім алушылар, менде күннің дөңгелек бейнесі бар, бірақ оның сәулесі жоқ. Барлығымыз өз қолымыздан бір күн сәулесін жасап, және оған бір-бірімізге ұқсамайтын бейбітшілік пен тұрақтылықтың құпиясы туралы бүгінгі тәрбие сағатымыздан түйген ойларыңды бір сөзбен сипаттаңдар. Білім алушылар, күн сәулесіне берілген тапсырма бойынша сөз жазыңыздар. Құрметті білім алушылар, сонымен бейбітшілік пен тұрақтылықтың құпиясы ол бірлікте. Бірлігіміз жарасқан мәңгілік ел болайық. Ал сол мәңгілік елдің бақытты ұрпағы мына біздер мен сіздер, және келешек жастар. Осымен тәрбие сағатымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.